Жаңбыр адамы атанған Алтай Айнабек кім? Алтай Айнабек орталық азиялық климаттың өзгеру технологиялары орталығының басшысы, жасанды жаңбыр жаудыру технологияларының авторы. Қазақстандық ғалымды желі қолданушылары тіпті жаңбыр адамы деп те атап кеткен. Ғалым арнайы технологиялар арқылы бұлттарды тартып, жаңбыр жауғызады. Осы авторлық әдісін Арал теңізінде қолдануда. Соның әсерінен бе белгісіз, алайда Қазақстанның кей өңірлерінде біраз уақыттан бері жаңбыр жауған болатын. Естеріңізге сала кетсек, дәл осы технология Маңғыстау облысында қуаңшылық кезінде де пайдаланылған. Десек те, Қазгидромет жеке және заңды тұлғалардың бұндай жұмысына баға бермейтінін мәлімдеді. Олардың ресми жауабына сүйенсек, маусым мен шілде аралығында синоптикалық процестерге белгілі бір аймақтың географиялық және климаттық ерекшеліктеріне қатысты өзгерістер тіркелмеген. Алайда Алтай Айнабек бей-жай қарап отқан жоқ. Қазгидрометтің бұл мәліметіне жауап берді. Оның айтуынша, Қазгидромет болжамдары технология пайдаланылған кездері әрдайым быт-шыт болатын. Бұл жолда сондай болып отыр. Миллиардтаған теңгені бекерге жеп отырғандай көрінбейік деп, біздің жұмысты жоқ етуге тырысып жатыр. Менің миссиям анық, Аралға су, Аралды тірілту дейді ол. Жерде халық тек екі тарапқа бөлінуде. Бір әзілге айналдырып, табиғаттың заңына қарсы келе алмайды десек, бұлттарыңызға еге боласыз ба? Біздің үй жақта жүр ғой. Енді бірі бұл технологияны мақұлдап, Аралға көмек керек дейді. Ал оқырман, сіздің ойыңызша бұл технология қаншалықты дұрыс? Пікір жолдап, біздің каналға жазылуды ұмытпаңыз.